Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты. Осы арқылы өзінің мінсіз даналығын, күші мен құдіретін көрсетті. Құдай еркек пен әйелді рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты. Сөйтіп Тәңірді танып білуде, оларды ұлылық пен мақсатқа бөліп, өз атымен жер жүзін басқаруды берді. Құдай мен адам арасындағы мінсіз қарым-қатынас. Алайда олар бәрібір жаратушыға қарсы шығып, Құдай сияқты бола алатындарына сеніп, өздері ұлылықтың қайнар көзі болуды қалады. Олар күнәға батты. Күнә оларды ластады. Осылайша жаратушы мен адамның қарым-қатынасын бұзды. Барлық адам осы ажырауды мұра етеді. Біз осы бос қалған орынды сезінеміз және соның орнын толтыруға тырысамыз. Бабыл қаласында олар Құдайға ұқсау үшін мұнара тұрғызды. Дәл солар сияқты біз де өз ұлылығымыз бен мақсатымыздың қайнар көзін жасауға бейімбіз. Алайда адамның ұмтылысы сәтсіздікке ұшырап апатпен аяқталады. Күнә адамзатты зақымдайды. Отбасымызда бөлінуді тудырып Құдайдан аластатады. Бірақ Құдайдың бізге деген мейірімі мен сүйіспеншілігі мол болып, адамзатты құтқару жоспары болды. Адамзат пен жаратушының арасындағы қарым-қатынасты қайта орнату үшін Құдай уәде етілген құтқарушы Исаны жіберді. Иса керемет істер жасады. Ұстаз ретінде тәлім берді. Әрі күнәһарлармен бірге дастархандас болды. Ол Құдайдың отбасындағы үлкен той туралы әрбір адам осы тойдың құрметті қонағы бола алатынын айтты. Ауру сырқаулар мен күнәһарлар оған келіп жатты. Олар Исаны қорлаудың орнына ауруларынан сауығып қайта жаңарып отырды. Алайда адамдар тағы да бас көтерді. Осының орын алуына Иса жол берді. Адамдар тарапынан келген бүкіл қорлау мен ұяттан зардап шекті. Оның өліміне дейін қас қағым сәтте Иса таңғажайып жолмен біздің барлық қорлығымыз бен ұятымызды өз мойнына алды. Құдайдың қаһарымен адамның Құдайдан ажырауынан зардап шекті. Себебі Исаның құрбандығынсыз адамдар өздерінің игі істер арқылы немесе діни дәстүрлерін ұстанулар арқылы ешқашанда құтқарыла алмас еді. Әрі Құдаймен қарым-қатынасты қайта жалғастыра алмаушы еді. Сонда Құдай Исаны өлімнен қайта тірілтті. Ол адамзаттың бүкіл күнәсі мен қасіретін жеңіп шықты. Ол шынайы ұлылықтың Құдайдан келетінін, әрі жер бетінде еш нәрседе оны жоя алмайтынын көрсетті. Ол бізді Құдаймен қайта қалыптасқан қарым-қатынасқа шақырып, шынайы құрметтің қайнар көзінен абырой мен мақсатты алып, көкке көтеріліп кетті. Сен оның шақыруын қабыл аласың ба? Егер сен Құдаймен қарым-қатынасыңды қайта жалғастырғың келсе, сеніммен мінәжат ете аласың. Иса Тәңірім, мен саған мұқтажбын. Өз бетімше өмір сүруге тырысып, қасіретке тап болып, сені ренжіткеніме өкінем. Мені күнә мен қайғы қасіреттен азат етіп, өз отбасыңа шақырғаныңа алғыс айтам. Сенің соңыңнан ергім келеді. Өзіңе ұнамды адам жасашы менен.